А 2025 жылғы Porsche Macan Turbo батареясы 100 киловатт сағат. Өндіруші бір рет қуатталған соң 518-ден 590 шақырымға дейін жүріп өтеді деген айғайдан тексереміз. Барлық опциямен бағасы 95 миллион теңге. Жанында Zikr компаниясының Қазақстан нарығындағы су жаңа моделі 7X. Бұл автомобиль туралы шолу түсіргем. Жүріс қоры CLTC бойынша 700 шақырым. Атаң жүні. Мен сенбеймін, бүгін тексереміз. Ал мынау Audi Q8 Sportback e-tron. Бүгінгі қатардағы барлық автомобильдердің ішіндегі ең деген сөз осыған байланысты. Ең ауыр, ең технологиялы және де ең батареясы үлкен. 114 киловатт сағат сыйымдылығы және де жүріс қоры 582 шақырым. Бағасы 34 миллион 770 мың теңгеден басталып, конфигурация бойынша өсе береді. Керуендегі 4-ші автомобиль BYD Song Plus EV. Батарея сыйымдылығы 87 киловатт, жүріс қоры 602 шақырым, бағасы 17 миллион 130 мың теңге. Төртеу түгел болса, төбедегі келет, алтау ала болса, Каспий блокқа түседі дейді ғой. Ассалаумағалейкум баршаға. Қатардағы автомобильдердің жүріс қорын тексереміз. Бүгін қызықты эксперимент болғалы тұр. 4 электромобильмен Алматы қаласында 1 нүктеден 100% қуатпен Балқашқа қарай жол тартамыз. Дистанция примерно 500 шақырым. Маған қызық болып тұрғаны, қайсы автомобильдің батареясы бірінші өледі және де ол автомобильмен не істейміз, видео барысында көретін боласыздар. 4 автомобильді жол бойында алмастырып отырамыз. Бізге көмектесетін колесадағы коллегаларымыз. Ендеше бастайық. Дайынсың ма, Нурик? Дайын. Ехала. Ехала болса, ехала онда. Келесі код. Йоу, достар, Алматы мен Астана уақыты таңғы 8, автомобильдер қуатталып жатыр, 100%-ға дайын Сүйінбай даңғылындағы компостамыз. Осы сәтті пайдалана отырып, еліміздегі электрификация туралы сөз қозғап кетсем. Мынандай 240 киловатт беретін станциялар әлемде кем Америкада болдым, Дубайда іздедім, таба алмадым ғой. Қазір мүмкін жағдай өзгерген шығар, бірақ та Қазақстанның электрификациясы өте жоғары деңгейде. Алматы, Астана, Шымкентте қуаттаумен ешқандай проблема жоқ. Біз дайынбыз. 4 автомобильдің де тәулік жүрісін жаңарттық. Біздің финиш Приозерск қаласы. Айта кететін жайт, әрбір 100 шақырым сайын автомобильмен ауысып отырамыз және де сол моментте қайсы автомобиль қандай энергия тұтынып жатқан жайлы жолда айтып береміз. Ендеше біз бастаймыз. Big Trip. Ақырындап быт жолға шығып жатырмыз. Ұялмай, қызармай, ең жұмсақ, ең комфортты автомобильге мініп алғансың ғой. Бұл Porsche Macan Turbo. Turbo деген қосымшасы автомобильде турбина бар дегенді аңғартпайды. Яғни автомобильдің қуатын, иерархиядағы позициясын білдіріп тұр. Бұл керуендегі ең қымбат автомобиль. Жалпы Macanның артқы жетекті Long Range версиясы 89 мың евродан басталады. Баршаға белгілі, Porsche бренді премиалды болғандықтан өте индивидуалды. Мысалы, артқы жетекті базалық Macanды сатып алып, оған спорт хроно пакетін, спорттық етекті, ерекше салонды, екінші мультимедиа экранын, тіпті мынандай бас тіреуішіндегі Porsche белгісін жасатуға болады. Сол кезде бағасы аспанға шарықтайды. Дәл осындай турбо версиясы 639 ат күшіне қуатталған. Жүріс қоры по факту примерно 450-470 шақырым. 0-100 динамикасы 3-3 секунд. Бойында тағайтам 639 ат күші. Осы керуенде 2 заманауи автомобиль бар. Ол Macan және Zikr 7X, екеуде 800 вольттық системамен жұмыс істейді. Екінші буындағы Macan таза электромобиль болды. Бірақ та Европада саудасы болмағандықтан компания бірінші буындағы бензин нұсқаны әлде шығарып жатыр.
Маканда дилерлік орталықтан алып жатқан кезде менеджерден сұрадым да, модельдің аудиториясы қандай деп. В основном қыз-келіншектер және артқы жетекті жігіттер алады дейді. Қарқылдап күліп жібердім. Zikr 7X жолымыздағы жаңа ойыншы. Қытай, бірақ амбициясы үлкен. Бұл автомобиль биыл нарығымызда жобамен 42 ресми түрде сатылады. Біз мініп келе жатқан нұсқасы максималка. 2 ойыста 2 мотор және де ұзақ жолға арналған long range батареясымен. CLTC бойынша 705 шақырым жүріп бере алады дейді. Бірақ білесіздер ғой, бұл мүмкін емес. Себебі олар өте идеалды жағдайда тексереді. Менің ойымша 550 шақырымды жүріп берсе жаман емес. Қаладан шықтық, қазір күнделікті жүріспен жүріп отырамыз. Ең қызығы 30% қуат қалғанда басталады. Бүкіл автомобильдер эко режимге көшіп, өз энергиясын үнемдей бастайды. Көреміз, кімнің жарыстың соңына дейін жететінін, ал кімнің бірінші ұшатынын. Zikr қуаты 646 жылқыға тең, 100-ге дейінгі жылдамдығы 3,8 секунд. Салмағын естеріңізге салам, 2475 келі. Отбасылық кроссовер үшін бұл динамика сұмдық қой. Салон жайлы, не деген материалдар, перфорацияланған орындық. Бір қарағанда құдды бір 90 лямның машинасы сияқты. Қытайлар функцияны артығымен берген жақсы көреді ғой. Бренд үшін ауаға ақша төлемейсің. Бірақ мәзір қарапайым адам үшін ауырлау. Автомобильдің рекуперациясын қосу үшін рөлдің артында қосып алу жапырақтар қарастырылмаған. Ол үшін орталық мәзірге кіріп, көліктің баптауларына кіріп қана реттеу керек. Әсіресе рөлде кетіп баратқанда өте ыңғайсыз екен. Жасыратын жоқ, қазір мен өзімді әлемдегі ең бақытты адам сезініп тұрмын. Немістердің қолымен жасалған сапалы автомобильге мініп алдым. Ақырын сағатына 70 шақырым Астана трассасында кетіп бара жатырмыз. Бұл керуендегі ең комфортты автомобиль. Қаладан 100 шақырым жүріп өттік. Қазір жігіттерден қанша киловатт тұтынып келе жатқанын сұрайық. Жігіттер, связдасыңдар ма? Кімде қанша қуат тұтынып келе жатыр? Айтып берсеңіздер. Так, Audi, 355 километров запас хода, 80% остаток заряда батареи. Средний расход 20 киловатт-часов на сотню. BYD 15,8 киловатт-час. Средний расход 85% по батарее 511 километров. Porsche Macan электр қуатын жұмсауы шамамен 17 киловатт-сағат, рейндж 388 шақырым. Көрдіңіздер ғой, Q8 ең көп энергия тұтынып келе жатқан автомобиль. Себебі салмағы ауыр. Ал Zikr 7X 100 шақырым жүріп өтті. Орта есеппен 16-да 5 энергия тұтынып келе жатыр. Ал қалған жүріс қоры 592 шақырым, 84%. Батырмалары қандай, дефлектор заслонкасы, мультимедиясы, былғарысы, айта алмайым. Porsche Effects туралы естіп едіңіздер? Кез келген жаңа Porscheге мінген еркектің түр-келбеті ажарланып, Родригосы 3 сантиметрге ұзарып, тәпішкемен киген нәские үйлесімін табады ғой. Ал BYD Song Plus-та мен өзімді бизнес такси сияқты сезініп отырмын. Song Plus BYD-дің ең көп экспортталатын моделі. Өзбекстанды қосқанда біздің өңірге 25 мың данасы сатылған екен. Базалық модификациясы 218 ат күшіне қуатталған, станцияда 140 киловаттқа дейін қабылдайды. Реальный запас хода 450 шақырымды құрайды. Енді паспортта 600 деп жазылған, соны тексеру үшін шықтық қой мінекей жолға. Audиге отырып алдым. Қытай автомобильдеріндегідей функцияға тойып алмаса да, мінезі, рухы көтіңе жел беріп құтыртады. Автомобильге бірінші отырған сәттен бастап-ақ қандай есалаңмен байланысқаныңды түсіне бастайсың. Бұл саған анамынау чанган емес, тегі бар, текті отбасыдан шыққан. Электромобильдер дәуірі қалай дамып келе жатқанын ескерсек, бұл автомобиль зейнеткер болып саналады. Сондықтан Audi компаниясы 2025 жылдың ақпанында бұл автомобильді конвейерден алып тастады. Салоны нағыз классикалық Audiге тең.
лаксыз ағаш, алюмин элементтер, бірақ бір қарасаң құдды электромобильге ұқсамайтындай көрінеді. Неге екенін түсіндірейін. Себебі Q8 e-tron платформасы негізінде бензин автомобильдерге арналған. Дәл сол MLB Evo платформасында Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, Q8, Q7 тіпті Bentley Bentayga да құралған. Q8 e-tronда пневматикалық аспа базалық нұсқада бар. Клиренсін 76 мм диапазонда реттеуге болады. Маған ұнаған автомобильдің мінезін таңдағанда мәзірде оффроуд батырмасы бар. Ол батырмаға бассаңыз, автомобиль жолсызға клиренсін көтеріп, өзі бейімделеді. Айтпақшы, айта кету керек, екі электромотор, толық жетек және де 406 аттың күші бар. Комбинацияланған салоны әп-әдемі жинақы көрінеді. Материал сапасы орташа ең керемет деп айта алмаймын, бірақ бағасын ескеруіміз керек қой, достар. Бұл 100 миллион тұратын Porsche емес. Сандық саймандар панелі, ортада TikTok көруге өте ыңғайлы 15-6 дюймдік бұрылатын монитор. Шотам. Консольда ұсақ-түйекке орын көп, екі телефонды сымсыз қуаттау жүйесі бар. Селектор интрига қандай. Гаухар тас сияқты ғой. Дыбыс изоляциясы нашар, бірақ қалада баппен жүрсең білінбейді. Аспасы түзу жолда комфортты, шұңқырда даңғырлайтыны бар. Еске салам, дәл қазір 2026 жылға дейін электромобильді Қытайдан әдемі, тәтті бағамен кіргізіп алуға болады. Келер жылы НДС қымбаттағанда, заң өзгергенде бәрі қиындайды. Официал әрине одан әлдеқайда қымбат, неге екені де түсінікті. Ойла, саған гарантия береді. Ресми мастер аккаунт және сервис бүкіл Қазақстан бойынша жұмыс істейді. Бұлар ше Европаға қадам басты. Марканың кейбір моделі сәтті, кейбіреуі сәтсіз шыққан шығар. Алайда электромобиль жасау саласында BYD бәрібір әлем бойынша number one. Ол жеке BYD-да жағдай қалай? Қанша қуат қалды? Ой, Нұреке, менде Құдайға шүкір бәр тамаша, 61%. Орташа электр энергиясын жұмсауы 15-9, әлі 369 шақырым еңсеруге қауқарлы. Q8 бен ауыспадық па? Рахмет, пока что желания жоқ. Нұрек, сен Африка көкжалы деген жануар туралы естіп пе едің? Бірінші рет естіп тұрмын. Короче, Африка көкжалы дегенше үлкен добычаның артынан шарсатып жүріп жейді екен. Арттағы эвакуатор сені күте жоқ ой! Bırakmam berber Değiştirine maydanman Sözlerine berber Tegizinde boylanma Bırakmam berber BYD қатардағы ең қарапайым арзан автомобиль болғанымен де бәрінен озып кететін сияқты ғой. 300 шақырымды жүріп өттігі Алматы қаласынан бастап 40% қуаты қалды. 239 шақырым жүріп бере аласың деп тұр. Орташа 100-ге тұтынған энергиясы ровно 16 киловатт сағатына. Жігіттер, ал сіздерде жағдай қалай болып жатыр? Q8 сіз бастаңыз. Алда 28 шақырым ғана жүріп өтем деп отыр. Орташа электр қуатын тұтынуы 21,9 сұмдық аңқылдатып жатыр. Так, у Porsche 30 километров пройдено. Расход повысился до 18,8. Осталось 41% по батарее. Запас хода 178 километров. У меня у Зика получше, у меня 18,3 киловатт-час. Доедет, еще и переедет. Қабанбай немесе мәңгілік ел даңғылындағы жақсы бір ремонты жасалған 2 бөлмелі пәтерге мініп алғансың ғой. Audi Q8 e-tron. Бұл автомобильді нағыз инженерлер әзірлегені көрініп ақ тұр. Сапалы материалдар, алдындағы проекция четко көрсетіп тұр. Автомобиль жұмсақ, комфортты, дыбыс изоляциясы қандай. Климат контроль блогының сенсорлы экраны жеке шығарылған, мультимедиа мониторы жоғарыда тұр. Қолыңыз тиген дүниенің барлығы өте сапалы. Бірақ та ше, ескіліктің иіс сезіледі. Машина сонау 2015 жылдары әзірленіп, глобал нарыққа 2019-да шыққаны сезіліп ақ тұр. Өкінішті. Әзірше жүріс қоры жеткілікті.
бірақ та электр энергиясын тұтынуы сұмдық екен. 21,2 киловатт деген не беле? Менен кейін мына көлікке мінген адам ақырындап эвакуаторға дайындала берсе болады. Жол керемет. Шаршаған жоқсың ба? Жоқ, шаршамадым. Бұрын мына жол кәдімгідей шаршататын еді. Қазір 300 шақырымды смело жүріп өттік. Күшті. Мына BYD-дің салондағы есінен басың айналған жоқ па? Басым расымен де ауырды. Қалған мынау неміс автомобильдеріндегідей ароматизация жетпейді екен. Осына ұлан қайыр даланы бізге мирас қылып қалдырған ата-бабаларымызға мың алғыс. Салоннан шыққанда 8-ші этаждан лақтырылған пианино сияқты бағасы құлайды демесең 7X керемет машина ғой. Өтте технологиялы, материалдары қандай сапалы, проекциялық дисплейін қараш. Лисяннан кем емес қой. Бұрылғанда маңайдағы жағдайды көрсетеді, графикасы чөткі, ортадағы монитордың софты қандай güzel. Ғажап, мына жол керемет қой. Теп-тегіс. Күрделі жөндеуден кейін бірінші рет өтіп бара жатырмын. Еңселі ел болғалы 30 жыл күтпей Астанаға ауысқан соң 2 ірі мегаполисті жалғайтын бір керемет жол салуға болатын еді ғой. Шет елден инвестиция күтпей, банктардан қарыз сұрамай, өз күшімізбен әупірімдеп жүріп салуға болатын еді ғой. Она не сломо, любит торопливо. Она в суете, она полный привод. Porsche Macan Turbo атының өзі айтып тұрғандай, бұл жай ғана автомобиль емес, нағыз спорттық жыртқыш. Неміс инженериясының дәлдігі рөлге отырған сәттен бастап-ақ сезіледі. Газға саусағының ұшымен түртіп қалсаң, 639 жылқы арқаңнан бір теуіп, 100-ге дейін 3-3 секундта жетелейді. 100 шақырым қалды, ал Поршенің қалған жүріс қоры 101 шақырым. Менімше Порше дәлме-дәл жететін секілді ғой. Жігіттер, қызық енді басталған секілді ғой. Кімде қанша қуат қалды? BYD 400 пройдено, 130 километров запаса хода еще есть, на 22% заряда батареи. Средний расход 15,9 киловатт. Бәрекелді, жеңімпаздардың біреуі мен болып шығатын сияқтымын ғой. Әлі 184 шақырымға жетеді. Қуатым 26%, орташа электр қуатын тұтыну 18,3 әдемі. Жаман емес. 21 киловатт в час. Расход упал с 22 до 21. Это хорошо, но осталось 66 километров. И 12% батареи Audi скоро уснет. Терлек беттіге. Ол жеке? Чё там, қалай жағдай? Чё там, зикірмен ауыспадық ба? Макан сізге әдемілеп дайындап қойдым. Қанша пайыз қалдырдың? 19 пайыз қалды. 19 мен жетіп тұрмын ғой, иншалла. Бірақ бұлай логикамен алып қарасақ, тура Приозерсктің алдына барып тоқтайтын сияқты ғой мынау. Иә. CLTC бойынша көрсеткіші анадан төмен болса да қарасашы, оптимизацияның арқасында әлі періп біле тұр ғой. Зикірмен Астанаға жете алам ба? Жоқ. Балқашқа? Бәлкім. Қой. Мәңіз. Ауыстық. Ауысақ. Кеттік. Да, все. Яна Кімнің зикір. қысқа мына жерде? Кімнің бөпен айы? Дым жоқ Ала Күндерде суда жүреміз кемесіне. Достар, батарея қуаты 4%-ға дейін түсті. Кондиционер бәрін өшіріп тастағам. Porsche айтады, братан, может жақын жерде станция бар шығар, іздеп көрші дейді. Жоқ. Дәл қазір мен сен қуаттамайым. 19% рейндж көрсетіп тұрсың ба? Давай, соны бітірде ар жағындағы запасты көрсет. Өйткені нүктеге дейін әлі шамамен 30 шақырым бар. Бірінші машина ойыннан шықты. Және ол мен болжағандай Audi Q8 e-tron. Қазір авариканы қосып жолдың жиегіне тұрады. Артта келе жатқан эвакуатор машинаны тиеп нүктеге жеткізу керек. Әйтпесе, не үшін эвакуатор жалдадық біз? Келесі кім болады?
дәл осы көлік. Жаман иттің атын бөрі басар қояды дейді ғой. Audi Q8 e-tron Балқашқа да жете алмай қалды Алматыдан шығып. Қалжындаймын әрине, өте мықты машина екен, зауыттық көрсеткішін қайталады. Біз оның тоқтайтынын білдік. Лайк және респект. Әркімнің де өмір сапарының ақырында осындай бір эвакуатор күтіп тұр. Сондықтан жолда абай және мұқият болыңыздар. Бұл достар Қызылжанды Range 0 1-ақ пайызды көрсетіп тұр. Жететін жерге дейін ақырындап жүреміз. Қазір акселератор педалі жауап бермей жатыр. Ақырындап қана 57-мен кетіп бара жатырмыз. Ты прям нажимаешь, она не реагирует, да? Нет, реагирует слабо. Слабенько. Да. Видишь? Прикинь, жігіттер, Приозерскінің бұрылысындағы көпірден осы жерге дейін накатпен жеткенсің ғой. Батарея 0, рейндж 0, рация өлді, телефонда қуат жоқ, Каспий қызыл жанып тұр. Қортында Zikr GTX финишке жеткеніне қарамастан Саймандар панелінде қуаты 0%. BYD ең жақын станцияға апаруды сұрап өтінді, бірақ жүріс қорында 3% қалған. Ары кетсе тағы 10 шақырым ғой. Екеуі шынайы 500 шақырым жүріп өтті деп есептеуге болады. Одан артық емес. Сонымен энергияны ең көп тұтынатын ашқарақ Audi болып шықты. Орташа көрсеткіші 22,7 киловатт сағат. Тоқтағанша 467 километр басып өтті. Бір моторлы BYD ең үнемді. Зикрдің борт компьютері Алматыда 705 шақырым запас көрсеткен. Қытайлық CLTC оптимистік методикасы бұл жырақ екеніне тағы көз жетті. WLTP шынайырақ. Трассаны электромобильдер жақсы көрмейді. Қарсы жел, жоғары жылдамдық батаны ұйықтатады. Мегаполистер арасында қуаттау станциялары пайда болды, бірақ саназ екен. Кісілер сағаттап кезекте тұруға мәжбүр. Европалық CCS 2-ден гөрі қытайлық GBT-ге сұраныс жоғары. Zikr молодец, BYD молодец, Porsche мен Audi да жарады ол жеке. Я дәл солай автомобильдермен қатар біз де шаршаған сияқтымыз ғой. Демалайық, бүгінгі эксперимент сіздерге ұнатты деп ойлаймын. Дистанцияны өттік, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар, достар. Рахмет. Ooh.